бүйрегі ашық, жолап кетсе болғайтын киелі ғашық. Саяқ кетсем сайтанда сайраңдаған, үйірінің іргіде киімін қашық. Үйге берсем көңілі көше кезген, тереді неше секем, неше сезім. Үміттің үлбіреген, ақ табаны күдіктің, күн табаны кете безім. Бекеннің ресторан табалдырығынан аттағаны жаман екен. Соның өзінде жетелеп жүрген мәлік. Бағана ғана мына институтқа түскендердің списогін оқығанда кешке бір ұқсатып жуалық шетелден. Бекенжан Мәлікті кішкентай кезінен сыртынан бір көргені болмаса, жыға қанын көрмейтін. Содан шығар алдында көкесіп, Бекенжан, Алматы бош етіне жетіп болмайтын үлкен шаһар болып еді. Көз таныс біреу болмаса, сендей қара жүректің қай мәшиненің астына түсетінін кім білсін? Ана Садықтың баласы сол жерде қызметке қалды емес пе? Хат жазып берейін, панасын алсын. Нәйісті жасап жоламай жүрме. Сенің бір жетім тайлақтай. Жетім сені жүрегің бар еді ғой. Олай арам өлесің. Барған бөлімді тауып танысып ал деп қатты тапсырады. Сондағы мәлігі сексеуілдің шымыр жігіт екен. Өзі алақ-жұлақ еткен көзіне қарап, жылпық біреу ойласын. Жоқ, Астанада тұрғанымен ауыл жігіттерінен аса қоймаған қарашалы маңғылдақ жігіт болады. Одан ол бүгін кеш келіп жүріп, баланы сипап сылады ғой. Яғни ауыл дүкендерден түскен жалғыз хабардың костюмын алып береді. Чемоданның түбіне мұжбын болып жатқан киімдерде қандай сықият бар дейсің? Оны да ретке келтірген мәлік. Содан барлық дүкенді аралап келіп, жағасы қаңылтырдан да қатты вьетнамдық көйлек алып береді. Содан керуеннің машағына толып тұрған балықтар тақсы киімдерді қылқынып қалатындай қаша келеді. Бірақ мәлік оны күштеп тапқызды. Қазір үйреніп кеткендей ме, сәл қозғалса бірдеңе білдіретіндей үстінде сілесіп отыр. Содан мәлік ас мәзір жазылған қағазға тұқшиып отыр. Ал Бекен болса, айналасындағы ресторанға көз жүгіртіп, еш жерге айналдырмады. Бір жерге тоқтап қалса, екінші жеріне бір қызық бірдеңе болып құрып алатын сияқты. Содан бір кезде Бекен не жейсің деген дауыс естіді. Жалт қараса, столдың жанындағы бүлдіршін бір қыз тұр екен. Тура шынтағының жанындағы блокнотын алып, ас мәзірін жаза бастайды. Өзіңіз айта беріңіз дейді. Содан даяшылық ақырын сықылдап ас бөлмеге қарай кете бастайды. Бірақ та көп даяшылардың назарына бетіне қараған кезде осының қалтасын қалай көп қалсам екен деген ой болады. Бірақ қолдан ондай оғашылық байқалай бермейді. Содан ас бөлме жақ шапшып бастайды. Даяшылық да бірде шығып келе жатады. Келген кезінде табақты көтеріп келе жатқан жібешке саусақтары сынарлықта екен. Бағанағы блокнотқа жазып алған жеріне табақта келіп, тезде шанышқымен пышақты қоя бастайды. Табақты да байыппен таратады. Бір кезде шампанды ашып келгелі жатыр еді, Мәлік өзіміз ашып аламыз дегендей ишара қылады. Содан Бекен бұрын соңды шампан ішіп көрмеген екен, әлде алаңсыз отырғандықтан ба, оған шарап келісіп екен. Содан тамақты суық шампан қырып өтетін еді, оның кеудесін бірге жылыта бастайды. Сөйтіп Мәліктің алдында тұрған темекіні қалай алға салғанын өзі де байқамай қалады. Бір кезде сахна үстіне тарғыл әйел шыға бастайды. Темекі шеккеннен сарғайып кеткен тісін көрсетіп күліп әнін бастайды. Тарғыл әйелдің сөзі де тарғыл, яғни әні тарғыл. Bir кезде ол даяшы қыз естей бастайды. Ал ол қыз болса, бос орындағы терезенің алдында бойға шомылып отыр екен. Осы жалпы енді ұзақ оқығанда бір көріп тұрады, негізше бір 1990-дар, сондықтан ұзақ оқығанда келесі фамилиясы бар ма? Аида Еламан.
Bilmiyorum ama.
Бостан босқа көзіңнің жасын бұлағып, кетпеймісің қай-қайдағыны лағып. Аллаға қоярмайды соңғы сұрағым, Алладан не дақыр рет сұрарым. Аллаға сонда ақырғы қояр сұрағым, қалама орында мына жер мен мына күн, Алладан сонда ақырғы рет сұрарым. Қалса орында мына жер мен мына күн, жалынамын жаппар ем өзіңнен. Қарағайсың шарапаттың көзімен, қасіреті асқан қасқа маңдай қазаққа, көтер боп көндігі балбазатқа, көншімей жатқан көңілі бостан азатқа. Ұшырата көрме масқара мен мазаққа, сапастардың сөзін ертіп сабытпа, таңқықтарға ертіп әумеселерге табытпа, тапсынтам деп жүріп. Тап қылма қайта тамылға, қанағатты білгізбей, қағынан жертіп қағынтпа. Бекіткенше бұңымы ұстата көр туын түк, соған кәміл сеніммен кетуге жаса дәл қазір қорықпаймын өлімнен. Тәуба, 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 тәуба жасаған, тұрса бекем туған жер, болса есен туған ел. Тұрса бекем, қалса бүтін тұяғым, тұрса түгел. Босағам осы ғана өзіңнен жалбарынып сұрарым, құдіретім ол Құдайым. Прозасы жынды бара, ажар жындан кетті. Кәрімді қылдырып жатқан жерінен жаңыл кемпір айырып алыпты деген хабар ауыл арасында дөң-дөң жүрді. Көрсетпеген апармаған тәуіпі мен бақсысы да қалмады. Содан болмай кеткен соң қол аяғын байлап, апанға тастады. Бірақтан осылайша мені қинағанша өлтіре салсаңдаршы халқым-ау деген жан айқайы Аманқұл шалды қатты шошқан соң үйінің қасындағы шошалаға байлап қойды. Онда жатып, ешқандай қарсылық та білдірген жоқ. Берген тамағыңды үндемей ғана ішіп отыра береді. Халық та қасына маңайына жолап, не болғанын аңтан түсінбей жүр. Бір кезде сабырдың қалтасындағы сол бір қара хабар ескіріп те кетті. Ажардың маңайына жоламай жүр. Маңайына жоласа, күйеуін сұрайтындай қатты шошынды. Содан соң арада бір апта өткен соң Аманқұл шал аңға барып, аюдың терісін әкеледі. Солай аюдың терісін әкелген соң халықтың барлығы аң-таң болып қалады. Бірақтан тек назар аудармаған ажар ғана. Ол сол бір көп бұлтты тауларға қарап отыра берді. Мұнда болып жатқан шуға да қатты мән берген жоқ. Бір апта өткен соң ажар ертесі күні жоқ болып кетеді де, үсті жоқ болып кетеді. Және де жер жақта кербеде ілініп тұрған аюдың жүнді барағы да жоғалып кеткен екен. Содан арадан бір апта өткен соң Аманқұл шал қайтадан Хамнолыға барған кезде екі көзі қызарып кеткен. Екі көзі қызарып, қабағы ісініп кетіп, қорқып келген болатын. Үйіне келіп, кемпірінің бір-екі шай ішеді де жатып қалады. Көп тілге де келген жоқ. Бар айтқаны ажар әкетінгі аюдың жүнді барағын баурайына қысып, сол бір қара тастың қасында құлап қойды. Келесі. Комитет. Назымда? Тауық танымында әркелері тарап кетті, тәттікі бақай маған. Көзімізбен түсіріп ешкінің түсірге ойна қақайдаға. Кейдерінде күніне қызыл анап,
Budar'ın önünde, Budar'ın önünde kalktı. Budar ayağının yüzüne, onun ben yüzün zaman şehriye. Kızıllar geldi, kızıllar kulu, mesela, bu kos baba aşağı, vardı oluyor. Bu kos baba vardı oluyor, mesela, vardı oluyor, mesela. Осындайда қасында тыңлам болар ма еді? Неде болса, ойдашқан далды өз жырын қылмай көрмейді. Есін екі абысына әңгіместі. Бұл әзілі түс көрмейтін еді. Сөзде екі көкірегі менің тартайын еді. Ояна кетіп абысына айтса, ой, бір сорлық сен қасқыр жеп қояды деп, демейтін еді. Отына кеткен бишараны шында да қасқа тағы кетті. Апа-ата өз мақымды жеген болған соң, әлгі жайды абысының енесіне айтса, қап жүзі қара. Түсті солай жамалға жорысымен, бұл бек ақы екі жыл табатын еді ғой деп, енесі айтты. Әбілқайыр мекеннің алдында өлмендей басып келе жатқан дөң нұрын інісіне сыздана қарады. Інісі әлгінде қол еді. Атты қасындағыларды таныды. Мынау Ясмин баласын Шұбар болып ойлауын атып, сонда бұл қалай болған? Шұбар аттың сөзі жауып хан еді. Сен жігітті айтыңдар, мына жүрістер қай жүріс деді Бектенбай. Жігіттерде үн жоқ, тек маман ентігінен қалды. Ештеңеде болған жоқ, бірі ана тұмсықтың ар жағында жатыр, деді Теңізбай. Ал аттың не алдында? Алдындағы аныңды күткен үшін аударып алдым. Аударып алған екенсің ғой деді. Қарасын бойлы кісі десек. Айтты деп алдында алмас бола ма деді Бектенбай. Баласын танына атын тұрды. Көп керек болса өздеріңде күткен қалыпсыңдар ғой деді маман тұрды. Ентігінен қалды. Бірақ неге екені белгісіз. Астыраған шегіншек еді. Тағдырдан қайта-қайта Жексентай. Тағдырдан қайта-қайта Жексентай дегеннің далайына Жексентай. Оңаша оқшау етіп ұмтылғайын, құлаққа жүрмесін көрмесен қайын. Мекенеліп көкшіл деңіз, көкшіл аспан ортасы. Тұрмын басып ұзақ таудың қына басқан жартасын. Төменде мың керетілік бұрқыраса көп толқын. Төбемде түн туағанда түнге тосылардасын. Теңіз, теңіз, теңіз неткен ашулы. Білмейді екен, бұл жолдарда ол бір ашудың басуы. Көкжал толқын айбат шегіп мейіз десе жағаны. Жалын екен, жартастардың күс-күс қолы асылды. Төбемде шың бойналдай өрлік, паңдық билеген. Әлгі айбатты ақ толқынды теңізге басып мекен. Күн ғана оны еміреніп маңдайынан сүйеді. Екеуінің ортасында тұрмынан таңын демейді. О табиғат, өзің неткен құпияңа беріксің, өрлігіңе, көрігіңе бар сырыңа жетті. Тауыңдың да, дауылдың да, теңіздің де сыры мол. Мен ғана тек бұл өмірге құпиясыз келіппін. Толқыным жоқ, теңіз болып туған едім қанатсыз. Қыран болып қылықтар едім, жаралықтың қанатсыз. Туғызыпсың дүниеге бір-ақ құлаш бой беріп. Болар еді масқар таудың төсіндегі ағалаппыз. О табиғат, жараттың ба адамды әлде күңкілдек. Жер бетінде бос қабарлар тірлік етіп жүрсін дейді. Әлде теңіз айбатымен сонда өмір сүру деген енесіне жамырап кетпесін деп. Күні бойы темір қазықты шырқ айналып шыға алмайтын арқандаулы қарашақ болса да, не қорлықты көрсең де, не сұмдықты бастан кешсең де,
жан жиынды жадыратқан тәтті қиял. Аңсағаныңның бәрі адыра қалып, маңдайыңды толғарып, тастап солсаң да өзіңнің тіленіп келгесін еш тілегіңді қабыл қылмайтын, өр тағдырдың тастақтап қойнауына, қызыл өңешіңмен қолғана байлану ма? Оқушылар ескерту сіздерге негізі қарап оқымаймыз. Бұл бала өзі сұраған соң қарап оқуға рұқсат берді. Сондықтан қазір мұғалімдерге барып, мына бала қарап оқуды неге деп отырмаймыз, иә? Ереже бойынша жатталған егер де шөберелеріміз бірге оқысын, ештеңе болмайды. Өздеріңіздің мәнерлеп оқу жанашырларыңызға барамыздар, ақтарыңызға. Әбіш Кекілбай, күз келіп тау. Күз келіп тау, маңай түгел сапсары. Жадап жүдеп қалған екен бақтағы. Қоңыр қаздың қаңқылдаған дауысы қайта-қайта. Қош сау бол деп қақсады. Керектерді жұлдырыпты кекілді. Тауда тұман, тастан тасқа секірді. Күз жауына тырсылдайды жер шұқып, жем іздеген жетім шеше секілді. Сабақты жел қайыңды көк жосатып, жайратыпты қызыл гүлді қосатып. Сары жапырақ тұра бермей бұтақта жатыр орнын жаңа гүлге босатып. Салдыр-салдыр сарала жапырақ, жатыр өбіпсіз жерді. Тұрушы еді ылғи жазда жалтырап. Қайтсын енді ол, қайтсын енді күз келді. Ол туралы ойласам, есіме осы бір оқиға түседі. Шамамен 60-шы жылдар еді. Аяқ астынан әскерге алындым. Университетте офицерлікке оқытыпты деп, екі иығымызға екі қатырма жасырып, сапқа айналды. Бір, екі, үш. Сартты сұрттың арасында жүргенде амандық саулық сұрасуға үйге сұранатынбыз. Бірде солай, үйге келіп, рұқсат мерзімі аяқталған соң киіне бастадым. Қарасам, киімдік іште турашқан жоқ. Мәссаған. Енді қайттым деп тұрған кезде қоңырау бажып қалды. Ашсам ол тұр. Басындағы ол менің турашкам. Қасында терлеп тершіген 2-3 бала. Көке, мыналарға менің маршалағым бар десем сенбейді. Айтыңызшы, рас қоймя дейді ол аптығы. Мен жайға түсте кеттім. Ойын баласы ғой. Анау әлгі таңсықпас киімді киіп алып, менің көкем офицер лейтенант деп әлгі достарына мақтанып барған екен. Ондайда кім қалғыса қойғысы келеді? Біріншісінің ағасы майор, екіншісінің әкесі полковник, үшіншісінің атасы генерал болып шыққан. Өзінен де мықтан табылғасын, ұлым біраз мұңайып тұрып, ендеше менің ағам маршал деп айдаспанға бір-ақ шығарды. Естіген балалар әрине жата қалып мазақтаған. Енді міне өлерден ыза болған ұлым бір-екеуін қолынан жетелеп мені айдаққа тартты. Балаларды үйдің ішіне кіргізіп кітап сөйлесін алады. Қарақтарым, балалар, әулеттің ондай ағасы бар екені рас. Міне, мына кітап сол кісі жазған кітап. Оқыңдар да орнына қойып кетіңдер деп, әлгі анау фуражкамды киіп қызметке кеттім. Келесі бір келгенінде адам маршал ағаның осы әңгімені айтып берді.
біздің әулетжан осылай қатырыпты деп, мәз мейрам болып, талай жұртқа, талай айтып отырғанын мен әрдайым еститінмін. Рахмет. Келесі. Әпшілік байлы жерге шырылдап кезек қаққан балапандай, мәр сұрап тіршіліктен балатаңдай. Жатқанда жайлыбең астыма кел, шөргегім кеңмекені малақандай. Толғантқан күні түні балақамы, ананың секілдені балақаны. Жатып ең жан басында жүр жұмсақ боп, өмірден алғандалға шылақаны. Өзіңнен басталыпты береке күн, басы сен бақытпенен мерекенің. Мол кебін емес, өзің ұқтырасың, мынаулары жалғанның кең кені. Айна, күйген қана, қысқаша мазмұн оқып берсін бала. Мазмұн емес, кәдімгі жаттай тастамаңызшы. Дала баладалары Келесі. Тағдырдан қайта-қайта жесем саян. Тағдырдан қайта-қайта жесем саян. Тағдырдан қайта-қайта жесем саян. Көрем. Тағдырдан қайта-қайта жесем саян. Көрем. Келесі. Айгерден қызым болсын. Дәлі 4 дейсің бе? Сол қырқыншы. Арман дейтін армыма, шындық дейтін шабаным. Үстіне жатсын жарқылап шабатын әнің шамалы. Сезім дейтін сен өсет, төзім дейтін қара жел. Әулиеге көрмей жермесен, әулиеге түспей қалады. Жел болмаса нөсерден, миуа түгіл мүгіндес. Қиқу қуған өсерден, қияметтен басқа түгіндес. Күшіне сенген дүлейдің, моласы жатыр сайғақсыз. Ісіне сенген сүлейдің, бір ісі жоқ айғақсыз. Көнбесен көнбе күшіне, аяй бір-ақ бастыда, сиялсан жердің үстіне, сиясың сірә астына. Аңыздың аты Қазалма көрді. Ол, мына масқара қаштай алмады. Көптен бері істемеген әдетіне басып, екі көзіне қақты. Күймеден секіріп түсіп, төбелесіп жатқандардың арасына жетіп барды да, сыптыды қараны. Оң иығынан қылышпен тартып алып, айырып шақырып құлап түсті. Елгезерде соғыр, енді мұның етегіне жармасын жібермей қойды. О, қайырылмада кім боласыз? Мынау анамның жалғыз көзі ақын алқа еді. Мұны бір көрсе бұдарсың келеді, жабысып алып бермей тұрған еді. Тәңір жардың қалар, атыңдаршы, өмір бақи аузынан тастамайын. Ой, тағдыр, менің атымды біліп қайтесің, дейді әнші. Шіркін, елімнің барлық етеккіндігі өзіңден болсайшы. Содан бұл елге қайта жолда қайғылама соқсады, алдынан қарыпты қорғаған қайырымды билеуші деген аңыз шықты қалды. Еліне
келген соң, ол өзі жоқ оқиғалар жатқан бір топ айбатшы той үстінде тарқасты. Енді ешкім оған арыз айтып келмейтін болды. Алда жалда ол білмейтін болмайтын бір сүрге хабарды таяқлар мен сейіттер ғана ұсталар сездіреді. Мана қалмазылар несі болмасын. Сонда бұл ненің шаңы? Өз топырағында болған қандай қатерлерде? Жақын жерде болған жүрегі басып шаба қоятын жауы жоқ. Машина белгісіне өзін айдастап баратынын сездіріп, мұның халқы мен ержүрек әскерлеріне көңіл күйлері қандай екенін көрсін, білсін, айтып барсын деп, 2 ай бойы ұстады да, той біткен соң, кеше ғана елдеріне қайтты. Ол елге жетемін дегенше бұлақ қалған. Кешегі тойдан кейін елерге дәрбіш, диванланып жүрген таныстарымен сөйлесіп көреді. Төніп тұрған ешқандай қауіп жоқ, көңілдегі тыныш келеді. Шалғай аймақтар мен керуен жолдарының бойындағы, шекарана жақын аймақтардағы Әрбакеш, дәрбіш, саудагерлер ұсталып тұрған, мың түйелі, мың атты құпия әскері ешқайдан біліп барды хабар еткен емес. Шет жерден елдерде салық жинайтын мәселелермен жер-жердегі әміршілердің аттарында жүрген саққұлақтарда кісі сескендерде хабар еткізген жоқ. Бірақ ондай алыс аймақтардағы хабарды бұлай тұспалдап қайтеді. Әлде ол алыс жолда жүргенде сарайда бірдеңе болды ме? Бұл өз төгілетіндегілердің ішіндегі күмәнданатындарын қай жерге барса да көзінен тастағанмай өзінен бет ала жүретін. Бұл жолы ұзақ болатындықтан сарайға бас уәзір тастағандар. Егер бас уәзір қазына қол салса, оның жарасы жеңіл. Ол үшін ешкім бұлай тұспалдап жатпайды. Әр жолдың алдында бір, соңында бір қазынаны өстесе керек. Олай болса, бұл құндылық көп заңы өздеріңіз ашыла береді. Бірақ бас уәзір ақыл мен айланы, ашу мен сабырды бір-бірінен асырмай ұштастыра білген орнықты кісі. Оның бұлай қазынаға қол салардай салмақтыққа барып еш мүмкін емес. Оның үстіне айтылған сөздерге де ол көп те құлақ аса бермейді. Ондай кісіге жала көбейгені өзі де жақсы біледі. Әбіш Кекілбаев теңіз жағасында бой. Мекен етіп көкшіл теңіз, көкшіл аспан ортасын. Тұрмын басып, ұзар таудың тына басқан жартасын. Төменде мың еретілі бұрқыраса көк толқын. Төбемде шың шуақтайды күнге тосып арқасын. Теңіз неткен ашулы. Білмейді екен бұ жалғанда ол ашуын бір басуды. Көкжал толқын айбат жегіп мүйіздесе жағаны. Жалына кеп жартастардың күз-күз құла асылды. Төбемде шың бойын ылғи өрліп бақыт билеген. Әлгі айбатта толқынды теңізге бас имеген. Күн ғана оны еміреніп маңдайынан сүйеді. Екеуінің ортасында тұрмын аң-таң күйдемен. Уа табиғат, өзің неткен құпияға беріксің. Өрлігіңе, көрігіңе, бар сырына жерікпін. Тауыңның да, дауылдың да, теңіздің де сыры мол. Мен ғана бұл өмірге құпиясыз келіппін. Толқыным жоқ, теңіз болып тулар едім тағатсыз. Қыран болып алыптар ем жаралыппын қанатсыз. Туғызыпсың дүниеге бірақ құлаш бой беріп. Болар едім асқан таудың төсіндегі апат қыз. О табиғат, жараттың ба адамды әлде күңкілдеп, жер бетінде бос қыбырлап тірлік етіп жүрсіндеп, әлде асқар тау, әлде теңіз айбат мен асқар таудың өрлігін өзі көріп, өзі үйреніп, сондай болады білсіндер. Жүнді бар, Желтөбенің етегінде ауылға енді жақындай бергенде барып байқады. Батар күн бақтанып тұр екен. Аяқ жеген қатынның көзіндей талаурап алыпты. Шашып тұрған сәулесі де ақ теңбіл, көк теңбіл, сары теңбіл болып әлем тапырақтанып кетіпті. Сойдақты сабырдың жүрегі дір ете қалды. Осы бір кішкентай қыстақты шошытатындай сұмдыға көп екен бұл дүниеде. Таң атпай жатып қатының күнше, шалау, түсінде немісте разницы бұңғылап жүр, деп бір күңістіп еді. Станция басында поштаға кіріп бара жатқанда, күйген тоғайдың дүкеншісі Дабылбайдың жолға кеткені. Байғұстың жалғыз ағасы Ахметшені аюлар тас лақтырып меріп қылып кетіпті. Сиыршы еді,
Өзен бойынан сиырын баурайға айдап бара жатса, шоқ тоғай жақтан бақырған дауыс шықты. Мылтығын қолына алып, атын теміріп тоғайға кірсе, қобыраған маймағайрақ сауыншы қатынды қолтығынан сүйрелеп, әлдеқайда жетектетіп алып барады екен. Жалма-жан тарс еткізіп ауаға атып жіберсе, жан керек мақұлық қатынды тастай салып қаша жөнеліпті. Содан көшіп ме, мал өргізіп шықса болды, бір аю тау баурайынан тасыр-тұсыр тас домаларды қу жынысқа сіңіп жоғалады екен. Ақыры қапысын басып, атын құлатып, өзім ертіктіріп кетіпті. Сабыр болған басын шайқай поштаға кірсе, піске мұрын секпіл бет қыз: «Аға, мына жерге қолыңызды қойыңыз да, мына барақты алыңыз», деді. Деп қашан ете қалғаны. «Бұл не демекші?» деп еді. «Сіздің разъезден соғыста кеткен Текес Қайраттың қазаға ұшыраған хаты», деді. Россия. Көкшіл аспан ортасын, тұрмын басы ұстатудың қына басқан жанасын. Төменде мың елетіліп, бұрқыраса көкөкін, төбемде шын шуақтайды, күнге көзі барда. Теңіз неткен ашулы, білмейді екен бұл жалғанда ол ашуын бір басуды. Көкжал толқын айбат шегіп, мүйіздесе жағаны, жалғын әтер жақ тастады. Төбемде шың бойын ылғи өрлік таңдық билеген, әлгі айбатты ақ толқынды теңізге бас иеген. Күн ғана оны еміреніп, маңдайынан сүйеді, екеуінің ортасында тұрмағанда келеді. Уа, табиғат, өзің неткен құпияңа беріксің, өрлігіңе, көрігіңе, бар сырыңа жерекпін. Тауыңның да, дауылдың да, теңіздің де сыры мол, мен ғана тек өмірде құпиясыз кетпін. Толқыным жоқ теңіз болып тулар едім тағатсыз, қыран болып қалықтар ем, жаралыппын қанатсыз. Туғызыпсың дүниеге, бірақ құлаш бой беріп, болар едім асқар таудың төсіндегі ағапсыз. О, табиғат, жараттың ба адамды әлде күңкілдеп, жер бетінде бос қыбырдақ тірлік етіп жүрсің деп, әлде теңіз айбаты мен асқар таудың өрлігін өзі көріп, өзі үйреніп, сондай бола білсін деп. Әбіш Кекілбайұлы тастаған жыры. Ауылдың алдында қара жал қалтырай сөгіліпті. Қайда қарасаң қар сағып жатқан жар, қайда қарасаң жыр арасында әлде қайда бөксесін сүйретіп, тоңқаңдап бара жатқан тасбақа. Кешегі бір айқайдың алашаңызда тасбақаның дауылы болды. Тұмшаңдаған немелер қиял дауысын естіп, бойынан іштеріне тығып, бұға қалады да, сәл жасаң қайтадан тарбаңдай жөнеледі. Міне керемет, табанның орнында бір үлкен жарықтан енді шыға берген тасбақа аспаннан күйгелеп қапты. Қыртыс қысқа мойын әнтек созып, жандармен тұрбан етеді. Аузында бір тал шөп, бидай дәлінде екшідегі көз бетіне белдеге қарайды. Талай ғасырды басынан өткізген кәрі мұстан ақ үстінде қорғайып отырған сол бір жалбарқымақ қазақ қайтелегендер сынап жатқандай. Қара бала шығын жаны көзіне көрініп, азапқа түскен бейшараны ет бетінен аудара салайын деп, шыбыр құсын созып, еңкейе берді де, тасбақаның жас отырып жер астынан тістеп шыққан шөбін алған адамның қайғалауды орын алды деген әңгіме ойына оралып, ақ намысты қасына барды. Бисмилла деп шөпті алды. Инеде ғана бір тал шөп. Құмақтарды көп өсетін көрсектің сабағына келіндірейді. Алақанасып сипап қойды. Сосын шудыратпақ шындары шырайға бошаған, быдыратып соқындары бұлқа шөпкен ортада. Мырзакер деген жер барды, мен жүздердің күндегі,
Биттің дегеніне барды, жеттің деген түндігі. Қып-қызыл еді жалауы, қыдырып еді заманы. Шектеулі болып амалы, шерменгедегі адамы. Шектеу жүрер шегіспей, шегілей мығым жігіт. Келіспей де бекіспей, тобадан қана қылдырын. Атаға біткен мол дәулет, ортаға түсті маңырақ. Атадан берген көп дәулет, жалғаспады жабырақ. Түнге түске кіреді, кешеге кеткен дәулені. Бұзыла дәлені, көңілге салып, әулені. Тақым шіркін доғылдап, сәйбілекті сағынды. Күлкейдегі жұмырлап, сайқылықты сағынды. Безікті кетсем дейтін ол, бетімнің алған жағына. Кезігіп бәлкім қалар ма, кешегі алған бағыма. Әбіш Кекілбаев «Шыңырау повесі». Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау повесі» халық арасындағы татулық пен келісімді сипаттайды. Повесть ертіп, атты биографияға келген, әрі қолынан құдық қазусы келетін Мезетте құдық қазудан көптеген ұсыныстар түре бастады. Ол өзіне түскен ұсыныстарды талғайтынды шығарды. Уақыт өтіп келе ауылға қалпақ атты кісі келеді. Ол құдық қазудың қаш шебері. Әрі еңбегінің төлемін де аз алады. Осылайша Еңсеттің жұмысы баяулайды. Күндердің бір күнінде Еңсетке Байсал байдан ұсыныс түседі. Оның қуанғаны соншама ұсынысты бірден қабылдап жұмысқа кіріседі. Еңсет ауылдың жүргізетін кеу-кеу әңгімесіне құлақ аспайды. Ол бейне құлақ тандырбайлап құдық қазуға кіріседі. Еңсет құдыққа әр түскен сайын құдықтың ішінде көзін ашса, өзін бір жасқа қартайғандай сезіне береді. Шалқар дәрия кең аспан құдықтың аузына төңкеріліп қалғандай. Кенет сұғырая жылтырап тұрған көк аспан көтеріліп қалды. 4-5 жігіт арқанды әрі тартып, бері тартып еді, ішінен бос желік шықты. Арадан жылдар өтіп, жүрек жұтқан жігіттер сол құдықтан су шығарып көрмек болады. Құдықтың ішінен мөлт-мөлдір тұщы су шығады. Ауыл ақсақалдары молда шақыртып дұға оқытып жіберді. Осылайша Шыңырау үстірттің үстіндегі ең суы мол, ең терең, бірақ оны Еңсет қазған емес, Еңсет өлген атымен жайлады. Әбіш Кекілбайұлы сәби жұтса жайраңдайды күледі, ару жұтса албырайды гүл-гүлі, кәрі жұтса қарт денесі жайылып, жай табанда еттік тірген жүрегі. Таңдамай бол лашық пен сарайды, алаламай бәрмеге тарайды. Әуен қостол саңғылғаштың әміне, жұпар қостол қызғалдақтың әне. Шәркін бақыт, ода жұпар ауадай, дүниенің түгел жетсе бәрі. Ені көрдіңіз. Зейнеп жүзі сұп-сұп. Күйеуімен жыланған қарақшыққа көз айырмай қарап қапты. Тіреудің қырықтыда бір алмай жүрген өші бармай. Онсыз да құрт-құрт омырылған сүйектерге шүйілге кезеді. Айналайын, ата-бабаның 12 жілік 30 омыртқа 40 қабырғаны қырық осынша тәптештеп мүшелейтіні тегіннен-тегін еместі. Артындағы ұрпақ бір-біріне көз алатпасын деп әр қайсысына бір-бір сүйеп еншілеп кеткен. Ұшарын жел, қонарын сай беретін көшпелі елдің перзенті қай қара қазанда да өз сыбағын бар деп ойлапты. Сонда сыбағалы жүрегі бұйырмаса, атасын аты өлтіргеннен ас болмайды. Ер жігіт 5 жаста құман ұстап, қонақтардың қолына су құяды. 10 жастан бастап пышақ ұстап ет турайды. 15 жастан бастап қабақ тартады. 20-сында кездерін жалаңдатып қабақ жасайды.
Сонда ықылым заманнан келе жатқан үрдісті бұзып, жүрек шығастырсаң, маңдайынан бұзылыс қамшымен бір-ақ айдып шығады. Бетіңде қан басымен ештеңе емес, сен тапқан атама тірідей жерге кіреді. Қарапшықтан қалсай шығып жатқан 12 жігіт, 30 омыртқа мен 40 қабырға жүнін тапса, алакөз ағайынның көңілін бүтіндеп ерекеді. Жүнін таппаса, жүректеріне сүңгі сұққандай атыстырып, шалыстырып. Сәлемет. Өстім қырға, қиырға, үстіме орман жолын, жүзімді қақтап құйынға, селеудің тыңдап суын. Теңізден жеттің бұрқақты, тәнімді толқын бөлегі, сусай қалсам, су тарттым, шыңыраудың шөлегі. Тарға асық ердім, қомала қолым қозыны, күн жеп қойған, қиытта кеткен қиясын, шағылын, тауын қобасын, шағылып қанған көз жасын, бабаның қара боласын. Сол еткеннен мол кеттім, бармаған жерім қалмақты, ай сайын алыс жол шектім, шағылақты, шағылаптың. Қырынан көріп қиянды, ұрынан танып ұянды, бұлағымды ойлап, мұхитта, құрабымды ойлап, қанбақта, самғатқан қолында шыққан құланың қиырында әбден қалықтым, өзіме берген өрден өзекті өртеп қамықтым. Жүресің ылғи есімде, өзінен жүрек босамай, қолымды ойнап төсімде, боздарының шетте боталай. Өзгенің онда ісіне, өзің сірә ұқасың, пейіште де түсіне, сен кіретін шығасың. Қалда әшілі байтықшы намын. Еңсепке құр қалған көп деп ұсын түсе бастады. Еңсеп өзіне түскен тапсырыстарды талқайтынды шығарды. Уақыт өте келе алғышымен қалмаған білсе келеді. Ол құр қазудың қас жері әлеміндегінің төлемінде азалатын. Осылайша еңсептің жұмысы баяулайды. Бірде еңсепке байсалбайдан ұсын түстеді. Қуанғаны соншалық ұсынысты бірден қабылдап іске кіріседі. Еңсеп жігіттердің кеткен әңгімесіне араласқан жоқ. Жігіттердің біреуі қаратанын шығаратқанын шешіп, тұрғызып ұсап қоя берді. Еңсеп беліне құларқан қойындап, құтқа беттеді. Шаға дария, кең астан, шаға табақтай болып, тоқтың аузына төгілді қалды. Көз ұшында сырғая жыртып тұрған саңырауды кетіп қалды. Алыстан болса да ат қойып беріп, еңсітіп тұрған жар дүние жым-жыласы қайып болды. Топырақ жинап тұрған төрт жігіт қыл арқанды әрі жұлқылады, бері жұлқылады. Күн екіндіге таяғанда қайта тартып еді, ішінен ешкімге жұтқан жоқ. Бос күншілігінің өзі шайды. Арада әлденеше жылдар өтті. Жер астынан айдаһарды көрді. Жер астынан айдаһарды көрді. Рейд-сәлем жібермей жұлмай тұрған жігіттер қауға сақылдері өр-өрлі шырсу шықты. Ауыл ақсақалдары өзара қалғасып дуға шақыртты. Дұға оқытты. Осылайша құлықты жігіттерден алыстады. Өтегеннен ең мөлдір, ең терең болып атанды. Бірақ еңсеп қасынан емес, еңсепеден деген атағымен жайылды. Көкшіл теңіз, көкшіл аспан ортасын, төмен басып құзартау толқына басқан шақтасын.
Төменде бұл биретіліп бұрқы ұрасын көк толқын, төмендешін шуақтарда көңіл босым арқасы. Теңіз неткен ашулы. Білмеді екен, ол жалғанда ол ашуын бір басылды. Құзар болған, айбат жігіт мейірзесе жағаны, шалладың жартастардың көз қоласы. Төбелешін, бойнылғы өрлік барлық береген, әлгі айбатта ақ толқынды теңізге бас емеген. Көлған, емір еріп маңдайдан сүйеді, екеуінің ортасында тұрды, аң-таң келеді. Уа, табиғат, өзің неткен құпияға беріксің, өрігіңе, көрігіңе басыңа жерікпін. Таудың да, дауылдың да, теңіздің де сыр бол, мен ғана титулын өтке, құпиясыз ел. Толқыным жоқ, теңіз болып тулар едім тағатсыз, қыран болып қалықтар ем. Шара болып тың қанатсыз. Бірақ құлаш қоймен. Болар едім асқар таудың үстінде талат көз. Уа, табиғат, жараттың бәрі адамды көмеді. Жер бетінде бос құбырлап тірлік етіп жүрсін бе. Әлде айбат теңіз асқар таудың өрлігін өзгенің сондай бола біз. Аңыздың ақыры романның мұсылы. Әміркемірдің анасы өмірдің соңында баласына қасыл болды. Сен арманына жет. Ал мен арманына кетіп бар. Жапан төздегі оқшау өлеңнің ағашындай жалғыз қалпыңды тастап бар. Астыңдағы дағды көбісінен мықты көрмейді. Одан да сызырды. Үстіңдегі ақ ордаңды сауытыңнан мықты көрмейді. Оған да көзеді. Жан-жанында әрғабынан тарған ұрпағыңды айбаттық бар. Оларға да сөзеді. Қаптаған қалың әскерді қылқанынан мықты көрмейді. Оған да көзеді. Қайбір ыстық суығында бір көрпеде еріктің әйелі бар. Әр көрпенің астындағы әйел үйіңдегі келді. Сауырындағы сенен бөлек, бауырындағы қолын жар. Жылқы баласының ертегі сығатайласып алдымен үйіріндегі атасын шайнайды. Содан сақ, көңілдің дауып жатыр десіп. Қартайған шағында апаның өтіріктеріндей жердің өтінде қалған әрі сәріге ұшырамайын десең, көп баланың ерін бала. Көп қатының бәрін көңіл табам деп, шөре болмай, қадірін етіп, бірер өзін. Сенің әкең, ұлы жалғыз өзің болғандықтан, аттан ерте түсіп, билікті өзіне берді. Ал сен, ұлы өз іштерің өзгезінше тынысатып қоймай, өлеңгенше ешқайсына дамып бермей. Тұғырдан түскен соң балалар елі саған. Балалардың артына сүйіп басының қадірін кетпей, баласыз әйелі саған. Балалы елге қарағанда баласыздығын қорқаштап өзіңді бала тұтып өлеңгенше сыйлап өтеді. Осы сөздерді өзге жұрт естімесін, өзі мақтап оқалысын дегендей, қадалып, қолын тастай қысып алған сөздерді естігенде, сай сүйді шымалдай түседі. Айып сендеп жүредім, шығысын басқа аспанға, қапыда түсті жүрегім, қасірет деген тақпанға. Жарығына жатайдым, жаным-ау, қайтып сендіремді. Жалғанда қалай жасаймын, жайқалап қайтып енді мен. Жалғыз өзің қаймағым, жалап кеткен жатымсың.
көршілерінің бәрін де басып болды. Әміршіні емдегені барған, емші балгелді де Сарала жақтан түрі шықпады. Моңғол қолы адыра қалған, таңқыт астанасынан бір жола үдере көшті. Ол әмірші көшшілейтін, көңілін сұрай барған, ешбір жанды қабылдамады. Түс жарып ешкімге ештеңе демеді. Екі көзі жұмық, әлде бойларға батып жатып алды. Көш үшінші айдың бірі күні жаңғақ өзенінің кең қойнауына келіп тұрады. Сонда жасыл шалым мен айна-жалды өзенді көріп, шыңғысқан ауырғалы жұртқа естіртіп алғаш рет тіл қатты. Мынау бір кәрі бұғы мал болатын, кәрі кісі демалатын жайсан жер екен, деді. Сол алқапқа көш кідірді. Дәл өзен жағасындағы жасыл шалғынның қабырғасынан үйге жалғастырып келетін қаңылтыр қонды. Көзгелік тау, мамай деген сал-сары, жады жүзі, қалған екен бақ-бақы, қоңырқасын қырқылдаған дауысы қайта-қайта, көш салу деп қапсады. Теректерде жаудырыпты кекілді, тауда тұман, тастан тасқа секілді. Күш жауыны кірсылдайды жер шықып, жеміздеген жердің шөше секілді. Сабақты жей, пайымды көп жосағын, жайратыпты қызыл гүлді қосағын. Саржапырақ тұра берген бұтақта жатыр оны жана берген қосағын. Салдыр, сауап жатыр саржапырақ. Жатыр өбіп сыр жеді, тұруш еді, ылғи жазда жылдырақ. Қайсын күзгенді. Осы бір тізерлесіп қалған тобегі айған адамның төбеті емес. Осы бір тізерлесіп қалған тобегі адамның елесі емес, екі төбетін тасырып отырғандай жұрт еді термелесе қалды. Ешқайсының бетінде бұл қалай болды? Енді не болмақ екенізген дағдарыс болды жоқ. Шыңғысқа шүйірген жүзіне сен қуана шынын қарады. Ол Olay olmuşlar, poeziya olmuşlar, және проза olmuşlar.
поэзиясынан кейін жалғастырып айта береміз. Одан кейін регламент сақтаймыз. Айта беріңіз. Поэзиядан. Атаса поэзияның жүрегі аллаға адамның ақылы сағатын жазатынын ішкізді. Жоқ, соққан жоқ olsa. Тірімін, дүниеде бар дейді. Тірлікті бұзына қанған жоқ дәстүріне жағын. Көрген жоқ көрмеді жүрейміз. Ол түгіл, мен әлі баламын. Қырамын көңілді қызықтан. Десе де жаңғанам. Ерте ғой тарағым, қартайу ерте асар етер. Шыққан жоқпын маған асық. Айтаман алда. Қайтылы жырлар қалжырап, берімен әлде әлі. Қадыры сізімен өлімнің темірі болса екен асыдан әлі. Жеткісін кір, ол емесін. Ауысында сақалды елім. Дүние қанша ұмытладым. Үймен күймен алыста өшкен өмірдің шырағы бұйырмай кебілмен табыста. Шаштары босқа ұшағады. Қаққан жоқ қақтығы қағады. Өлтері кешен алмады, оларды зілдей жалмады. Ол достар, осы ой. Сол күні көрметін әлім, сондықтан қаттықты жек көреді менде. Әлемдегі барлық пендеге кремі болады, сәні өкілерді шал. Тауық тағы да таратты. Тауық тағы да таратпай айқайлады. Тарап кетті, тәттігі балқаймаға. Көзімдірмей төсекті көрбекшеймін, сөзді Поэзия, проза. Әңгімесі. Үркер ағамыз. Бұрын 300 дастарханы бірге жайылып, қамшысы қатар жатар ұлы жиындар, сайлап жаманын көжетесіздері мәтіндірді. Сол мәтіндегі жиынға Алатаудың қойнауынан саулай төгіліп, топан судай қаптап, олар масырын ұлышы. Қаратауды кезген алып, сонау, ертіс пен торғай арасындағы салқын белдер мен салмалы көлдерді сайлардай көшкен. Жойқын орта жүзі қарақұрмығы қаптады. Сол Қаратаудың күнгенін алып, жылқысы жайып пен жерге, тиесі жойқын дария мен сойқан дарияға, ақылы қойы берекен ырысқа қарай жайылып, далдиып жатқан іркесек тас. Кіші жүздің өңмейде өжет болып, батуға бет алған қып-қызыл қинастан жүйдасып көзін атылады. Шар тараптың бәрі қызылды жасылды көш. Көштің бәрі мәртебе маңының майсасы баспай, көштерінің басын алыстан өтті. Bir жағын мұрыш қарада бойы, bir жағы сонасымен су, алды ата Келесі. Айтқан қолдардың бәрі болады. Аты жөнін мектебіміз. Елу үш мектеп па? Абыш Кекілбаев Алматыда қыстығына бұлғады.
Әмеме? Егін таныш бетіне қан жүріп, шүңірек көзін жау бағылып, жымың күліп көз қояды. Келесі. Ал егіз өмірін қабыл қоймай, Тауықтағы таң атпай айқайлады, тарап кетті. Тәтті ұйқы балқаймағы. Көзімді ілмей төсекте дөңбекшимін, түсегіне қайқайдағы. Үлкейгенде күніне 100 ойланам. Ажал шіркін кіжінген ұдай маған. Жебек бақты әрдайым ата бабам. Оң қарапты, әуелден Құдай маған. Құдай маған әуелден қарасқанды, қарасқасын, тігінге жарасқанды. Жараспасам, шалқайып жүрер медім, тастай бұндай төңкеріп барасқанды. Жүрер медім, шіреніп басқа болсам, соралмаған маңдайдан қасқа болсам. Өтер медім, бұл күнге жетпес педім, жауқазындай жадама жастай болсам. Солатындай басымнан шауып, алдарыма қаратпей тағырыпты. Бұл дүниеде із-түзсіз өтер медім, сабырымда сарқылмасам. Сабырымның сабасын сарқытпақпын, сабырға еріп-ақ жүріп, анықпасын. Сағат сайын санамды сабыр билеп, қол ашсам. Сабыр, еппін шалқпақпын. Сабыр, сабыр, айтарым сасқанда да. Сабыр, сабыр, айтқаным тасқанда да. Сабыр дойлап, сақ жүріп сақтап қалған, тағдыр талай құралған қақпаннан да. Сасқанда да сақтаған, сабыр, сабыр. Сасқанда да сақтаған, сабыр, сабыр. Сабыр сақшым болмаса кім біліпті, әлде қашан жұтар еді арманға. Әбшекебай, туған жеріміз. Ол туралы ойлансам, есіме басып болмас. 60-шы жылдар. Аяғасынан әскерге алдым. Университетте офицерлікке оқыпты деп, 2 жылыма, 2 қатымадан жасырып сақтайды. Сатта сырттың арасында амандық саулық сұрауға үйге сұранамыз. Бірде сөйтіп, үйге келіп, рұқсат мезгілі өтіп бара жатқан соң, киімге бастадым. Киім ілгіштегі фуражкам жоқ. Қап, енді қайттым. Деп тұрғанда, баш етті. Ашсам, ұлымды қасында терген тепшіген 2-3 бала. Көке, мыналарға менің маршылағым бар десем сөнбейді. Өзіңіз айтыңызшы, рас қой, деді ұлыма. Иә, мән жайға сенбейді. Ойын баласы ғой. Өзінен де мықтылар табылғасын. Ұлын біраз мұңайып тұрып, ендеше менің ағам маршал деп айқасына қарады. Оны естігенде балалар шаттап алып мазақ тұрған. Өлердей мазақ болған ұлым, енді міне, мына мені айлаққа тапты. Балаларды ішке кіргізіп, кітап сөресіне қарап, біреуін алды. Иә, рас. Әулеттің ондай ағасы бар. Міне, мынау сол жазған кітап. Ол кітапта орнына қойып кетіңдер, деп, ұлымның басындағы фуражканы алып қызметке жүрді. Келесі жолы келмегенде, ұлымның езуі 2 құлағында. Барсам, аяғыма болады. Қолындағы кітапты әрі ақтарып, бері ақтарып. Сыртындағы маршал Әбдіқалықов деген жазылған әрі қарай,
мейлі қай. Ақырында балалар үн-түнсіз үйден шығып. Үйге бір келгенде Маршалға анам осы оқиғаны айтты. Анам сықылықтап күліп, біздің әуенші солай қатырыпты ғой. Деп, мәз-мейрам болып отырған талай естіді. Келесі. Мекен етіп көкшіл теңіз, көкшіл аспан ортасын, тұрмын басып, құзар таудың кіна басқан жартасын, төменде мың егетіліп, бұрқыраса көк толқын, төбемде шың шуақтайды, күнде достар қасын. Теңіз неткен ашулы, білмейді екен, бұл жалғанда. Ол ашуын бір басуды, көк жал толқын айбат жетіп, мүйіздесе жағаны. Жалына деп, жартастарын, күс-күс болғанысыды. Төбемде шың, бойын ылғи өрлік паңдық билеген, әлгі айбатты ақ толқынды теңізге басын еген. Күн ғана оны ебіреніп, маңдайынан сүйді. Екеуінің ортасында тұрмын, аңнан күйремін. О табиғат, өзің еткен құпияға дерексің. Өрлігіңе, көрігіңе, бар сырға жетпін. Теңіздің де, дауылдың да, тауыңның да сырымы, мен ғана тек бұл өмірге құпиясыз. О табиғат, жараттың ба адамды әлде күңкілде, жер бетінде бос қыбырлап, тірлік етіп жүрсіңдер. Әлде теңіз айбатымен асқар таудың өрлігін, өзі көріп, өзі үйреніп, сондай бола білсіңдер. Жалғыз, шеткері үй, жылдан жылға шұғыл ғайып келе жатқан қаланың тау жақ беткейіндегі осы бір қарағай үйдің шеткері терезедегі оймыш терезелері абажадай емек қақпасы, қақпаның қыр көзіне орнатылған қуаныштай Келесі. Мекен етіп көкшіл теңіз, көкшіл аспан ортасын, тұрмын басып, құзар таудың күна басқан жартасын. Төменде мың еретініп бұрқыраса көк толқын, төбемде шың. Мекен етіп көкшіл теңіз, көкшіл аспан ортасын, тұрмын басып, құзар таудың күна басқан жартасын. Төменде мың еретініп бұрқыраса көк толқын, төбемде шың шуақтайды күнде тосып арқасын. Теңіз неткен ашулы, білмейді екен жалғанда ол ашуын бір басуды. Көкжал толқын айбат шегіп мүйіздесе жағаны, жалына жартастарды күс-күс болып асылды. Төбемде шың, бойын ылғи, өрлік паңдық билеген, әлгі айбатты ақ толқынды теңізге басып енген. Күн ғана оны еміреніп маңдайынан сүйеді, екеуінің ортасында тұрмын аң-таң күйденен.
Уа табиғат, құпияңа неткен беріксің. Өрлігіңе, көрігіңе, бар сырыңа шерікпін. Тауыңның да, дауылдың да, теңіздің де сыры мол. Мен ғана тек бұл өмірге құпиясыз келіппін. Толқыным жоқ, теңіз болып туылар едім тағатсыз. Қыран болып қалықтар ем, жаралыппын қанатсыз. Соғызыпсың дүниеге бірақ құлаш бойды. Болар едім асқар таудың төсіндегі абат. О табиғат, жараттың барың елге күлкілде, жер бетінде бос қыбырлап тіреліп жүрсің бе. Әлде теңіз айбатымен асқар таудың өрлігін өзі көріп, өзімен сондай болған. Қашадан хикаясы түсінді. Тақтың иесі мен болсам да, тағдырдың иесі емеспін. Қанатаным еркіндік емес, құрсау. Еркіндік емес, құрсау. Биліктің тізгіні менде болғанмен, тағдырдың тізгіні менің қолымда. Жоқ, өмір толассыз күрес. Бұл күресте жеңімпаз жоқ. Тек міндет бар. Мен тек бір елдің ғана емес, өз тағдырымның да билеушісі болғым келеді. Бірақ еркіндік бар ма? Менің күлкім де, қайғым да бұл халыққа тиесілі. Мен қанаттанған сәттен бастап, мен өзімді халыққа арнадым. Махаббат, бұл да билік секілді әдемі, бірақ жүректе зындандыруда. Балдырма? Не болды? Адам қолы талай шалды жайлатқан, адам қолы талай қолды шайнатқан, адам қолы тіккен талай кебінді, адам қолы жуған талай жергілікті, адам қолы сеткен талай өлімді, адам қолы талай өсікті. Бір іші толтыра алмай қос қолмен, бұл жалғанда талай пенде бос бөлген, адам сонда білмей рақыт дегенді, адам сонда сезбей тұрған шағып тұрады. Олдар сонда жазып зарлы өлеңді, олдар сонда көлеген тақ. Олдар аян өзіңе, оның бәрі өзің жазған шешіде, талай-талай таңған қалды уақытта. Жылдар өтті, жырлар туды кетірлі, бүгін қос бол, болашаққа бағытқа. Барар жолдан берісіз. Николай Өлкер романының белгілі тарауы.
арық екені, семіз екені, жасының қандай, бойының қандай екенін ажыратып білмес бір адам отыр екен. Арық екенін дейін десең, арбаның құндағына әзер сыйыпты. Болыр екенін дейін десең, тамыры шекесіне шығып, сопақ басы болып босыпты. Тапал екенін дейін десең, қолысын. Ошаң екенін дейін десең, бойына арбаның құндағына әзер жетті. Жас екенін дейін десең, көзінің айналасы әжім-әжім. Кәрі екенін дейін десең, сүгірі. Келесі. Ол
жасағанымыз айтыңыз, кәдімгі жолда қалыппыз. Жатамыз ба? Шығарманы жаттау керек. Ол нәрсе мәселе болу керек. Жатамыз ба? Өмірден алғанда алғаш алғаны өзіне басталыпты берекесін, бақытсен бақытпенен берекені, мол кегін емес өзін ұқтырасын, мынау жарық жалғаннан кеткен. Шеткер үй бұлбұлдың неге әдемі сайрайтынын білесің бе? Басын шайқап көзі келді. Өйткені ол өз үнін өзі ғана тыңдайды. Өзгелерді тыңдап отырған сезбейді. Өзгелерден қысылып қымқылса, олар не ойлап отыр екен деп аламаса, мынандай құлшынған әдемі қайдан шықсын? Кісі бақытты болу үшін не ешкімнен ешқашан болмай саяқ жүру керек. Не жұрттың күлкісіне пысқырмау керек. Онсыз күле жетер, балғынды жаба алмайсың. Ал қондайға алқағы беруші ме? Қай мектептеріңіз? Боз баланың жарық жырмайтын жанары. Боз баланың жарық жырмайтын жанары. Бірі ғажап отына қолтартып барады. Шұғыласы алаулаған жалынын алдыраған екі бетке тарады. Сонда жүріп сүйінді. Кім тапты екен сүюді, білсем іздеп барар ем, тәңірге санайын. Ендігірде момақансып жала, қабағына қар жауды дәрттік сүйді. Жүрегінің жанындағы налауы баяғыдай лақылданды, басылды. Сонда жүріп күйінді. Кім тапты екен сүюді, білсем іздеп барар ем, басын шауып алайын. Шыңырау. Әйтеуір ол әркімдері әлімжеттік жасай беретін, тілік табан, жауапты, қара бала күйінде қалып көрісі келмеді. Ал енді ауылдың шетіне оқшау қонып алып, артыңғы үзігін ескі жамаумен жамап, алдыңғы үзігін алаша сырған құрып құрау, құрым үйдің оң жағына көріп құрып, шырған шілдеде сексеуілдің шоғына шырғырынып отыратын әкесі Құлжандай болудан ат тұлғын ала қашады. Құлжанда қазанның түбі тесілген, шәйнегінің шүмегі ұшқан жүріш әйелдері қайнап алғаны мен қалған жұрт сыртынан ылғи кетмей мошқап жүреді. Қырсық Құлжаның атанған әкесі ел көзіне неге сонша сүйірде қадалатынына қара бала еш түсінбейді. Әкесінің өзінен сұрауға батылы да бармайды. Мойны ішіне кірген алакөз әкесі лып-лып жанған сексеуілдің шоғына темір ұстап, бір қолымен көрікті басып, күні бойы ұсталып тұрады. Ешкімге жанашпайды. Анасына айтатыны да, шайын қайнарыма ананы алып берші деген сияқты келте сауалдармен келте беріп. Есеп
кетті дегенді талай естіген. Асық. Әбіш Кекілбайұлы бұл заман бұл шаңыраққа недеуіш болды. Бұл заман бұл шаңыраққа недеуіш болды, аңдына толмайтын бір өңеш болды. 30 жыл ойрандалып келген ордам оңалып кете алмайтын емес болды. 15 жыл аударыпты атамдаттан, қан қасап, қан көден әкемдатқан, Қытайдың қылғып салар бір шабағын жасамақ жауызсыңдар мен ақымақтан. Жеңбейіндеп жеңілінде нем бар еді, өжеңдеп өсетіне кім зар еді. Қырқылып құлтасынан келген тұқым жер басып жүргеніме гүлзар еді. Зар елеп ер шетінде шешем қалды, еңіреп екі бірдей бірден қалды. Қажаған қағаз, қалам, қай сапастың мен талап алып екен күркандалі. Қиқулап, қайсыны жоқ, мақтан туған, десердің мен қайсысын тақтан туғам. Аузынан жаздың бәле айтпай кетіп, шатпағын бірді келе шатқан туған. Білмеймін, бұл жаланың түгі қайдан, қуалап, тықпақ жері қызыл ойран. Жер қазып, ой сапырып жыта алмадым, тоқтайын, неден сұрап бір құдайдан. Әбіш Кекілбайұлы күйе құдреті, қош шалқыма, Құрманғазының 75 жылдығына орай. Әмбетімізге қарай бірге атпай. Біз өзімізге өзіміз санар едік халықпыз. Құдайдың өзі берген өзіміз күпсін дейіктеп, кебежеміздің түбін бақпаймыз, күбіміздің түбін сатпаймыз, баламыздың басын кебежеміздің жағын санамаймыз. Ағайын бір өліде, бір тіріде деп, жар-жағымызға рахмет қиналғанда барып, бірға жетеміз. Ақыл қосардай естімізбен, қайрат қосардай күштіміздің бар екендігіне жарбасымызға түскенде барып қана іздейміз. Табалсақ, сонда барып қуанамыз, табалмасақ, сонда барып қоямыз. Көзден аяп, жемей жүрген асылымыздың қадірін дос кеткен соң, сөзден аяп, айтпай жүрген ардағымыздың қадірін дәурені осы кеткен соң барып байқап, кеш келіп қағысын қайтамыз. Асылында назар әрінің барында, ардағында назар әрінің барына келетін уақытында аңғара береміз. Келесі. Махаббат деген ақыры, тыңдағаннан бір қыз. Махаббат деген ақыры, тыңдағаннан бір қыз. Бәйгеден келген ақы кеп. Бәйгеден келген ақы кеп. Үйіне шаршап келсе де балаларды көргенде Құлжаның қабағынан қыста өскен балалар әуелі дайшағанда дәттері болмайсың. Бірақ өне бойы болуында еңгезерден балалар үлкен кісі жұмсақтан іштересіздеген шай ішіп отырғанда бірі тізесіне мініп, бірі бойынан асылып, бұршайып күліп отырады. Содан бірнеше жыл бойы қандылықтың маңында үйіп жоламады. Біреуі
Туған жердің жібі оған, жетпейді өз қырының селі оған, төкпейді мөлдір жасын бұршақтады, теңізбен сахараның туы оған. Белгісіз, қабіріне қиырдағы, тілеулес дос жараның ұйылмады, жыл сайын құшақ-құшақ бөлкесінде өзіңе бірге бұйырмады. Неге өстім, мектеп бардым жаттадым, жақсы әннің қабыл алдым ырғақтарын, зеректеп аулаймын қолдырыйса, сені артында жайраңдаған бағыламын, аясын саябақтың жазыламын, жігіт болып менде бүгін шаттығымын, шалқыған сөйлесін мауламын. Жарылғам, бұл дүние тілегімді, толтырды шаттықтың көреңімді, садаққа найза тықыр таза қылды менің әкенің иіріміне шөлдеп дода, үргілін қадіріне термек дода, жастықтың шалқарында толқын өттім, қызықта қызығым көп өмірде, жалғызақ өзі жансақ толқын өттім. Өтсе де өлең кетіп көп айтады, өзіңді енді келмес деп айтады. Өзіңді енді келмес деп айтады, өзге жұрт біздің үйдің иесі деп бүгінде өзің емеспен айтады. Деуші едім, ылғи менің құлыншағым, қайтейін бәрі соның бүгін сағым. Сен жоқта құлыңды әке болып сипамақ құлының құлыншағын. Орта айтқан өлімімді көнерімді, қосамын жүрек күйім өнерімде. Тілегім баяғы қыз қайтарда, соқпақ жазбасын жоқтау қысағын береді. Проза, Әбіш Кекілбаев күй. Күй басталды, залшы тына қалды, күйші көзін жұмып, домбыраны баппен баптап, ішегін саусағымен сипалай берді. Әуелгі үн сыбдырайдан шықты. Сол сыбдыр бірте-бірте күшейіп күйге жетті. Тыңдаған жұрт тыныш. Бірақ бұл жай ғана әуен емес еді, бұл шежіре. Бұл халықтың зарлы үні, қуанышы мен арманы. Күй ішінен елестер туды. Көшпенді жұрттың даласы, ерлердің айбары, аналардың өз жасы. Мен де өстім деп айтмай, мен де өстім деп айтып кетеді. Егер айтмай қалып білесің бе ол? Бұл жағын кішкене дайындау керек. Жақсы. Келесі. Ақын жатыр үш күн дамыл таппай шыңғырып, үш күн міне күй бөлмей елдерге уақыты, үш күн міне жұрттың бәрін еңіректі жуақты. Үш күн бойы қызыл жасыл құбылмалы қыз дәурен, езуін бір жиырмастан отыр үнсіз сыздаумен. Өлең қуған ақын жолы қашаннан да қызыл бір.
көмді жалғанды, тәубелеген ұмыт қиян арманды, әніңді тыйып, көй-көйлеген зарланды, өкіне бермей, өксе өртеп кеткенді, қалаға талғанды. Қайдан білесің, серпіле қоймас отын, дәуренің бәлкім өткелі тұрмас еді. Осы түнде кетерсің бәлкім жетіне, құтыла алмассың бұлқынып, қорқыта алмассың жолқынып. Көз сұғын безе, тырнағын кесе, төбеңнен түссе ажалдың тажал боты кет. Көзіңнің жасы бұлағын, кетпеймісің қайда қалаға. Аллаға сұрақ, бар ма еді соңғы сұрақ? Аллаға не еді ақырғы рет сұрақ? Аллаға сұрақ, ақырғы қоян сұрақ. Қалама, орнында мына жерден мұнар. Аллаға сонда ақырғы рет сұрақ. Қалса орнында мына жерден мұнардың. Жалмамын жаппар ем өзіңне, қарағайсың шарапатты оң көзіңне. Құдірет астынан қасқамандай қазақ, көнтері боп көндігіп алып азапқа. Zaman айтпай, маған айт, басы жан. Тепсінсіз шығатынға, дедімді тақамыз. Тепсінсіз кен бабаларым, тек бересін кеткенді, ой қасынан, ойласа, одан ақ. Ей бауырым, мен өзімдей, жұмыр басты адам. Сен сияқты мен дөңгем, аппақ сүтінен. Сен сияқты мен де дамым, ертең өлім бар. Сен сияқты мен дамым, кейсің санам. Мен өзімдей қырғатым, қара борбай қазақ. Мен өзімдей кем тапқан жоқ, келмейтін. Сор тұзақтың торын әлі түгел сырып болған жоқ. Қуанғанда тудырмай қазақ үшін асыр. Ей бауырым, мен өзіңдей, басы қатқан пендеймін. Пенделікті мен өзіңдей, әлі күнге жеңгелдім. Пенделіктен қанғанмын, құмғасыны тәріпті. Кетене де өмір бойға өзегі сендіреді. Ей бауырым, мен өзіңдей, көрмесізге артық. Ашу болып, әсер сияр, кеудешін қанғанды. Аңпан болып, аңырағанды, айдала қалады. Кеткім екен, кесірдім екен, бір жолата қалған. Бар. Өлкер романнан. Бұрын, 300-дің дастарханы бірге жайылып, қамшысы бірге жатар қолы жинтар. Сайран шаһарының шекесіндегі мәртебелері. Сол мәртебедегі жиынға Алатаудың қойнау салды. Топаның судай қаптап, уланысы ұлыш. Қаратауды теріске айын, сонау ертісіне тұрғай арасында. Салқын белден саумау көлдірді. Сайран беріп үшкен ұлы. Жақсы. Әмекен? 35. Суға яғасырын. Әбіш Кекебаев, әке. Уамездің талай жасын еді. Қырғын сан қайтара сағынғанды. Кекілім қайғылы шалқасынан менде жігіт деген шағын еді.
балалықтың бұзып кіріп, барасың оу жігіт деп қызықтырып, барлығын сүйу деген кереметтің кетеді күлкісімен қызықтырып. Жігіттің дербес атпаменен мен де жасаттым жабу толқыным жүргенді де, білмеймін әлі күнге қалай етіп таралғы тағатын үзгенде. Әуре болып, күні бойы күнемін, жөн сұрап, кімге енді жүгінемін. Әкем жоқ, ақыл айтар, жөн көрсетер, амалсыз, көрші шалға жүгіремін. Амалсыз, әркімге бір жүгіремін, амалсыз әркімге бір жүгінемін. Қайтейін, қайран әкем қасымда жоқ, амалсыз өткен күндерім. Үмісем, қайран жүрексіз дөбейді, жаным жарқ етпейді іздегені. Көзіме күлімдеген көктем емес, салып етек, салып иін күздегені. О мезгіл, баяғыдай аға бердің, жан бүке сен дауыста қала бердің. Мекендеп көкірегін жалғызыңның мекендеп, көкірегін қара жердің. Жатырсың, қай жерінде қара жердің білмеймін. Моланы іздеп барар едім, жасырды жанарыңды қай топырақ. Шіркін-ай, шарлай табарым едім. Бастың сен, ақыр рет қайараны, жұттың сен, ақыр рет қайараны. Қай көкке кезім түсті, ақыр рет қай жердің желі сонда айтылады. Қай жерде өлім сенен көшін алды, қай жерде өмірінің көші қалды. Кейпілі, желпілдеген жалғызыңды қай жерде, ақыр рет есін алдың. Әбіш Кекілбаев, шектерін. Бұлбұлдың неге әдем сайрайтынын білесің бе? Өйткені ол өз әнін өзі ғана біледі. Өзгелер тыңдап отырған сезбейді. Егер де ол өзгелерді қысылып қымтырылса, олар не ойлап отыр екен деп алаңдаса, мынадай құйқылжыған әдемін қайдан шықсын? Кісі бақытты болу үшін не ешкіммен ешқандай шығармасы болмай саяқ жүретіміз. Не жұрттың қысқысына қысқырмау керек. Онсыз бүгежектеп бауырын жаза алмайсың. Ал бұқпантайға бақыт беруші ме? Солай Зухражан. Ай, Себепбай, жүрген жерінің барлығы қызық. Бұлай ұшып бір бөлікте өзі бір бөлік. Міне, қазір де ол оңаша бақтың бір түкпірінде қандай бір қиялқын сойға бермей тұрғанына кім біледі? Бәлкім, зират басындағы манағы апыр-топыр адамдардың үстінен мысқылдап күліп тұрған болар. Себепбаевтың қуанғанда бір қызық. Өзгелер сәт жадырамайды. Қабағын тарс дей қалар, екі шықшы да ойнап шыға келеді. Даусы жұп-жұмсақ, сөзі марқаңда. Ал ашуланғанда бейнелеген биік жустаннан аласа болар екен. Ендеше, ренжігенмен күлгеннің өзі өзге адамға ұқсамайтын Себепбаевтың өлімі басқа біреуге ұқсасын ба? Оның өлімі әлгіндей ырду-дырду болуы еш мүмкін емес. Себепбаев олай өлмейді. Алма ағашының тасасынан шыққан дыбыс бірте-бірте жақындай түсті. Әбіш Кекілбайұлы, тағдырдан қайта жесем қоям. Тағдырдан қайта жесем қоям. Көремін талайынан екен саяқ. Онаша ұшау кетіп бой толғаймын, құлаққа кіргізіп көтен қаят. Көптің аузы қияқы, киелі оғаш, жуап кетсе бұғайды киелі ағаш. Саяқ кетсем сайтандар сайрандаған, үйірімен өтіп үйіне қаш. Егер кессем көңілі көше кезіп, жүрегі неше секем, неше сезіп. Үміттің үлбіреген нәзік күнін, күдікті көн табады кете кезіп. Көп жүрген
адам қалып деді. Күйеу жорықтағы жас әйел кімді кезіктіруі мүмкін? Сарайда қалғандардың бәрі жас жағынан мінгесін бұл жүргендер. Жап-жас әйелді тап әлгіндей таңдай қасына қоятындай ешқайсысы жоқ сияқты. Егер сонша сағынып сағынбаса, мына күндіз өз көзімен көріп, тамсанып қайтқандай тамаша мұнара салдырып қояр ма еді? Аспандай қараған басқа мұнараның өне бойы толы махаббаттан емес еді. Махаббат. Жаңа бір жол табылған. Адымы ең жаза бастаған ой келен ұшпа-бұзға әкеліп тірелгендей әлгі бір махаббат деген сөзге ілініп тұрды да қалды. Иә, көк мұнараның ішінен өліп өшкен махаббатты тану қиын емес. Бірден көзге көріп тұр. Бірақ сол кімге махаббат? Сонда он сауға шегер неге бейнелеген болды? Иә, бәлкім солай шығар. Мана бәйбішесі өзімен жіберген құрт түскен қызыл алманың жауын енді табылды. Жаңағы білген күмәнді дабырағып ешкімге айтпаған дұрыс. Бірден күмәндің өзіне жабысқан жүреді. Ал әлемде түбір шикі әңгімен білетіндер бұл сұрамаса, ауыздарына құм қойып жүреді. Сіз не отырсыз? Жоқ,